Балалар, сіздер мына екі суреттің қайсысын таңдар едіңіздер? Мен оң жақтағы суретті таңдаймын. Ендеше осы суретке тақырып қойып көрейікші. Жарайсыңдар, өсімдіктерді сақтайық. Дұрыс, балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктер әлемін қалай сақтауға болады деп аталады. Балалар, бүгінгі сабақта өсімдіктердің адам өміріне не үшін қажет екенін білеміз және өсімдіктерді қорғауды үйренеміз. Балалар, өсімдік адамға не үшін керек? Ол үшін анықта тапсырмасын орындап көрейік. Мыналар қандай өнімдер? Әрине, адамға қажетті өнімдер. Ал балалар, адамға қажетті өнімдер нелерден алынады? Дұрыс, өсімдіктерден. Қандай өсімдіктерден алынады деп ойлайсыздар? Ұн бидайдан, өсімдік майы шемішкеден, мата киім мақтадан, қант қызылшасынан алынады екен. Сонымен балалар, не білдік? Өнімдердің өсімдіктен алынатынын анықтадық. Өсімдіктер мен олардан алынатын өнімдерді сәйкестендірдік. Бәріміз орындай алдық па? Жарайсыңдар. Сонымен өсімдіктерден адамға қажетті өнімдер алынады екен. Өсімдіктерден тағы не алуға болады? Өсімдіктер не үшін қажет? Азық-түлік, киім, төсеніш, көгалдандыру, безендіру, құрылыс заттары, дәрі-дәрмек. Енді балалар, осы сызбаға қарай отырып, үйдегі заттарыңыздың қайсысын осы жазбаға сәйкестендірер едіңіздер? Көз алдарыңызға елестетіңіздер. Енді мына семантикалық картаны толтырып көрейік. Азық-түлік: алма, күріш, киім, төсеніш, көйлек, көрпе, көгалдандыру, безендіру, бөлме өсімдіктері, құрылыс заттары, бөрене, орындық, дәрі-дәрмек, шөп-дәрі, шәрбат. Балалар, бұл тапсырманы орындау арқылы біз не білдік? Адамға өсімдіктің өте қажет екенін білдік. Балалар, демек біздің өмірімізді өсімдіктерсіз елестету мүмкін емес екен. Дегенмен, адамдар көгалда демалып, гүл теріп, өсімдіктерге зиян тигізетін байқамайды екен. Біздердің кейбір әрекеттеріміз өсімдіктердің кей түрлерінің жойылып кетуіне ықпал жасауы мүмкін. Сондықтан біздер өсімдіктерге қамқорлық жасауымыз қажет. Өсімдіктерді қалай қорғауымыз керек? Қандай қамқорлық жасауымыз қажет? Ереже құрастырайықшы, балалар. Гүлді жұлма, ағашты сындырма, өсімдіктерді суар, көшеттер отырғыз, қуарған ағаштарды уақытылы кес, ағаштардың түбін әкте, өсімдіктердің топырағын қопсыт. Осы ережелерді үйде жол белгілері түрінде рәсімдеп көріңіздер.
осымен сабағымыз аяқталды. Балалар, бүгінгі сабақтан не алдық? Бүгінгі сабақта өсімдіктердің адам өміріне не үшін қажет екенін оқып білеміз деп мақсат қойғанбыз. Мақсатымызға жеттік пе? Ендеше құс тұмсық белгісін қояйық. Өсімдіктерді қорғауды үйренеміз дегенбіз. Өсімдіктерді қорғауды үйрендік пе? Ендеше